Қорқыт дүниеге келер алдында аспанды қара бұлт басып, күн күркіреп, найзағай жарқылдап, сұрапыл қара дауыл соғады. Ел жұртты қатты қорқыныш билейді. Қорқыт туа салысымен қатты соққан жел саябыр тауып, бұлт тарқап, дүние нұр шуаққа малынып жүре береді. Баланың атын азан шақырып, Қорқыт қояды. Қорқыттың дүниеге келуі қандай өзгеше болса, оның бүкіл ғұмыры да сондай ерекше болды. Ол жастайынан ұшқан құспен, жүгірген аңмен, соққан желмен қоса жарысты. Айнала қоршаған табиғатпен ортақ тіл тауып, сонымен бірге өсті. Жылдар өтіп Қорқыт ер жетеді. Түсінде оған аса таяқты, ақ сақалды әулие қария келіп, былай деп аян береді. Ей Қорқыт, үлкендігі 6 жасар атан түйенің асығындай саз аспабын жаса. Аспабыңның аты қобыз болсын. Ол сені бәле жаладан сақтайтын, өзіңді желеп жебеуші серігің болады. Қорқыт әулие айтқандай қобыз жасайды. Бұдан соң аспапты қолына алып, күллі дүниені ғажап күймен тербетеді. Қорқыт бірде өзінің нағашыларына барады. Олар жиендеріне бәсіре атап, асыл текті ақ бота сыйлайды. Оны Қорқыттың өзі күтіп, мәпелеп бағады. Бота бірте-бірте әдемі де күшті түйеге айналады. Оған Желмая деп ат қояды. Қорқыттың жасы 20-ға толғанда, сол баяғы қария аян беріп, былай дейді. Уа Қорқыт, мына жалған дүниеде саған 40 жыл ғана ғұмыр берілген. Қорқыт сол арада шошып оянып, мұның түс екенін түсінеді. Бірақ әулиенің айтқан сөздері маза бермей, Қорқыт қатыгез жазмыштан қалай құтылуды ойлайды. Осыдан кейін жел қанатты Желмаясын желдей ұшырып, өлімнен қашып жүреді. Қанша қашса да жаналғыш Әзірейіл алдын орап, қайда барса да Қорқыттың көрін қаздырып жатады. Бірақ ол көпке дейін Қорқыттың жанын алуға бата алмай, тек төңіректеумен болады. Ақыры жаналғыш алтыннан сандық соқтырып, Қорқыттың жанын алуға сайланып шығады. Мұны күні бұрын болжап білген Қорқыт, ажалдың тұзағына түспеудің амалын ойлайды. Бір күні Әзірейіл мен Қорқыт бетпе-бет ұшырасып қалады. Әзірейіл оған кір сандыққа дейді. Жақсы, мен бұл сандыққа кірейін, бірақ оған қалай сиямын? Қалай кіру керек екенін өзің көрсет, дейді Қорқыт. Әзірейіл сандыққа қалай кіруді көрсетпекші болып, сандыққа кіреді. Сол бойда Қорқыт сандықтың қақпағын сарт еткізіп жабады да, оны құлыптап, дарияға тастап жібереді. Сөйтіп Қорқыт ажал құрығынан біршама уақыт аман жүріпті.